Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін Маконти Софияға няня болады. Достар, каналымызға қош келдіңіздер. Лайк басуды, подписка жасауды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал Маконти ханым, сіз бүгін Софияға қарайсыз, няня боласыз. Мына үйлеріңіздің бәрін жинаңыз. Не бардак мынау? Бәрін жинаңыз. Мен бүгін отдыхаю. Мына әлдейіңізге қарайсыз, еще үйіңіз жинайсыз. Давайте. Бастайын. Шарып біттім ғой енді, мына бөлмені жинайыншы. Какой бардак здесь происходит? Су кіресің бе? Күшті хозяйка болып жатсам, ойда рахат, мен демалып жүрмін ше. Балаға қарайды, үй жинайды. Кайф қой достар. Комментарийға няняны, Маконти няняны қолдап, жақсы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қалай жұмысын мен исправляться етіп жатыр ма, дұрыс атқарып жатыр ма? Мына бөлмеңде шашылып жатыр, няня? Мен соңында іше ғой. Саған еще тамақ берейін бе? Мына няня қатаңсыз ғой, жаймен сөйлесеңізші балаға. Тамақ жесің бе, Сәпуш? Мынау шаршап жүрген няня ма, достар? Комментарий жазып кетіңіздер. Няняң күшті ма, жаман ба? Ya dostlar, nari комментарий жазып бомбаңдар. Біздің үйдің қарамызға қосып кетіңіздер. Жаным, достар, Софияның ше сөзін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Лайк, комментарий, подписка ұмытпаңдар дейді. Сүт құяды екен. Сүтіңіз мұздай емес па? Кішкене құя саласыз қоя ма? Нормальный іше береді. Іше бере ма? Өлмей ма? Қасымыз саз берекше. Тағы не дайындап атсыз? Осы, хрутка сияқты. Ат не бұның? Уникорн ба? Завтрак қой бәрі. Сосын маңдай береді. Балам соғын ішіп атқан ес. Ой, кешіріңіз. Баласы да аңып тұр. Өзім әрең жасап шаршап атқан кезде. Няня бол оңай ма екен? Маконти. Нормально. Кеттік. Соғыңызды ұстап жүрейін ба? Саш. Көмектесші маған. Ал достар, мен Маконтиға няня болып көмектесіп, бүгін мен демалам ба десем, что-то Маконти мені бәрібір де жұмсап қойып жатыр. Мына қыз құтырды, нянясы бар, нянясының көмекшісі бар, короче. Ойбай. Охраннигім ғой мен. Бірсе охранник, бірсе няня. Бірсе нянясы. Одинокий волк. Ауф де. Қанша мен істейсіз? Ойын қостырайын ба? Қазір әкелем. Аяғын ұстамайды ғой тамақ ішкенде. Ал ішіңіз қаншайым? Носкиіңа не деп жазып қойған? Мамина счастье деп қойды. Мама ремей мақамат еді ғой. Не қабиып тастыр ғой, мама ремей мақамат еді ғой. Маманың бақыты дейді. Маманың бақыты? Сен сөйтіп айттың ғой. Жаным тәттім. Пұлдар оқып келдім міне. Мультфильм? Ойын ба? Қасқа. Орайық ба? Ормаңыз, няня. Мұны қатаң няня екен шынымен де. Өзіңін әрі түккен үшін. Ойбай, сіз шаман няня екенсіз, бірақ ше, мен қызымды ұрғаныңыз не? Өзің түккен.
Жарайды, жыламаңыз, жыламаңыз. мен Бока деген ойын. Тока-вока. Тока-вока? Бока. Тока-бока. Ал Софияның нянясы Софияға ойнатайын деп жатыр, тока-бока. Ойнайсың ба, София? Жақында отыра ғой. Қазір реклама болады. Короче, мына жақта ой сәпіш. Адам істейміз ба, или үй істейміз ба? Үй? Үй деген қалай кетті? Бірінші адам істеп алайық, иә? Давайте, ал Софияның жасаған адамы, тәтесінің жасаған адамы, достар, қазір видеоның соңында көрсететін боламыз. Сіздер қайсысыныкі күшті? Бағасын бересіздер. Иә, оннан қаншаға дейін бағалайсыздар, достар, короче. Давайте, жасаңдар. Ал, достар, біз өзіміздің персонаждарымызды жасап болдық. Қараңыздар, міне. София, сен қайсысын жасадың? Мұнаны София жасапты, достар. Қасында еще күшігі барын жасадың ба, София? Не деген креатив. Мұна тәтесінікі. Тәтесі, как всегда, сотканы салған ғой. Мұна мен мысығым. Мысық емес қой, ит қой. Иті. Күшті екен. Ал енді, няня, сіз балаңызды бөпеңіз ұйықтатасыз ба, не істейсіз? Самый сложный ғыны. Ұйықтап қалса екен өзі кайф болып жетті. Не, ұйықтау қиын бет? Иә, қиын ғой. Жылайды, ұйықтамайды. Детейлер кеттік алып ұйықтатайық бұны. Ал, ұйықта енді, ұйықта. Бутылғаңды берейін ме? Қазір. Әлди, балам-ау, ұйықтай қойшы, балам-ау, ақ бесікке жатта қой. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар.